Еліміздің идеологиялық бағдарламасы өз бастамасын 2017 жылғы 12 сәуірде республикалық баспасөз құралдарында жарияланған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты мақаласынан алады. Бағдарламаға ұзақ мерзімге жоспарланған 6 бағыт және 17 арнайы жобадан тұрады. Олардың бірі дәстүр мен ғұрып арнайы жобасы. Жаһандану дәуірінде ақпарат пен түрлі мәдениеттер тоғысып, шекаралар жойылған тұста ұлттық сана мен рухани болмысты нығайтатын дәстүрлер мен салттарымызды жаңғырту маңызды. Қазақ халқының күнделікті өмірінде қазықтай бекіген бұл рәсімдер өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Рухани байлықты атадан балаға мирас етіп аманаттау мәңгілік ұлт болудың қайнар көзі, мызғымас кілті. Өзіміздің қарашығындай сақтай білу кез келген халық мәдениетінің маңызды бөлігі екенін атаған жөн. Ол өскелең ұрпақ бойында ұлттық сана сезім өскінін қалыптастыруды елеулі рөл атқарады. Ақтоғай ауданында дәстүр мен ғұрып арнайы жобасы аясында 120-дан астам іс-шаралар өткізіліп, 2500 оқушы мен жас буын, 320 педагог пен 625 ата-ана жұмылдырылды. Аудандық өнер мектеп аумағында барлық білім беру ұйымдарында арналған ұлы даланың ұлттық салт дәстүрлері аудандық жобасы өз бастауын алды. Алталашқа есімі мәлім қазақ жазушысы, фольклорлық мұра зерттеушісі Мұхтар Мағауиннің ұшан теңіз туындыларын дәріптеу мақсатымен Мұхтар Мағауин шығармаларының қазақ салт дәстүрлерінде алатын орны дөңгелек үстел өтті. Барлық сыныптарда ұлы даланың ұлттық салт дәстүрлері тақырыбында сынып сағат өткізілді. Халқымыздың бірегей ұлттық тағамдарын жаңғырту мақсатында жергілікті тұрғындар қазақ асханасының бірегей тағамдары. Халқымыздың бірегей ұлттық тағамдарын жаңғырту мақсатында жергілікті тұрғындар қазақ асханасының бірегей тағамдары қарын көмбе, үлпершек, бұжы, жау жүрек шеберлік сағаттарын өткізді. Аудан мектептерінің оқушылары мен аграрлық техникалық колледж студенттері қазақ асханасының бірегей тағамдары челленджіне белсенді түрде қатысты. Қазақтың ұлттық тағамы қоспа, наурыз көже атты тақырыптарға челлендждер ұсынылды. Жоспарға сай ұлттық қолөнер кәсібіне ұлттық киім үлгілері, салт дәстүрлерімізді насихаттауға бағытталған бірқатар шаралар жүзеге асырылды. Жиенхан Қаманай шебердің қатысуымен қамшының қасиеті шеберлік сағат өтіп, тұсаукесер дәстүрі көрсетіліп, ұлттық киім ұлт мақтанышы ақпараттық сағаты мен Сәукелефест фестивалі өтті. Ақтоғай орталық кітапхана жүйесінің ұйымдастыруымен рухани жаңғыру бағдарламасының дәстүр мен ғұрып арнайы жобасы бойынша қазақ халқының ою-өрнегі, қазақ халқының салт дәстүрлері атты бейнешолу, ұлттық ойындар, ұлт мәдениеті онлайн шарасы, қолөнер, сырлы өнер шаралары өткізілді. Салт дәстүр деген бұл ұрпақтан ұрпаққа ешқандай ережесі жалғасып келе жатқан бір игі дәстүр. Сондықтан ақындық тілмен айтқанда заманымыз рухани жаңғырып, өзгелерді бір өзіне таңылып, көркейе бір әдет дәстүр салтымыз қазақ елі жасай берсін, мәңгілік дегім келеді.